Ошын былай, Олжас, көмектесіп жүрсеңіз. Мына жерде бағана бір нені айтып кетейші. Досыңыздың аты кім еді? Аналарды сәл түсіруге бола ма екен? Кім? Ролан. Ролан қайдамыз? Ролан? Не, Ролан, братқа мыңда бір рахмет, өзінің досының тойына деп бағана үлесіңді айтып жіберейін да. Дубайский косметика деген ода? Дубай косметикасы ма? Дубай шоколады ма? Дубайский шоколад жоқ бет, братан? Ол да келе ма? Құдай қаласа. Шауыру отыр дейді одан. Еді? Дубайский косметика... Қандай магазин аты қалай, братан? Сонда Дубайский косметика дегенде, осындағы қазір сіздер әрбір сыйлық отқан кісіге осында сертификат бесплатно беріп жатыр, шапалақ соқпай, құрметті ағайындар. Мынаны аласыздар. 30% жеңілдік па или просто? Былай ғой, бір отқан сыйлықтың қасында бір сертификат болады. Каждый. Осы дубайский магазинге барып, 30% менен жеңілдікте сыйлық ала берсеңіз, сатып алсаңыздар болады сол товарды. Жоқ, нема? Осы заттар көрейді. Жоқ, мына сертификатпен барған 30% па сонда? Жоқ, не тегін неғып бермейміз? Ол 30% болатын болса, өзінің магазиннің алдына іліп қоян салмайыз ма? Бізде 30%. Тегін ғой, мынаусы тегін. Жоқ, ол тегін біліп тұрмын ғой, мынау не 30% деген не мынау? Мынаны отқан адам осын 30% жеңілдікпен ала ма? Отқанды алады, іште тегін тағы сыйлығымыз. Жоқ, братан, мынаны отқан адам 30%-пен бересің ба? Иә. Мынау аферист қой, братан, жүргені. Жақсы, түсіндім. Қасындағы бір зат алсаң, қасында сабыны бар, анау мынаусы тегін беріледі деген. Ошым, осы бутикке Алла берекет берсін деп бір шапалақ соқпайыңыздар. Рахмет, братан. Рахмет. Өзіңді тамада, өзіңді кімешік болуға, братан, сол прикол ставатқанымға айып етпе, братан. Бірақ, молодец, таза Чимкентский вариант істедім, братан. 30%-ке, оның несі бар? Осы штеп мо менде. Ошым былай, бас жүлде, братан, мынау не еді? Морозильник, Мынау морозильник қатып қалған чувский десең. Сосын телевизор, сосын анау мынау. Ошым былай, бірінші телевизорды ойнатайық, братан. Морозильникті, асықпа. Істейтін берсің ба? Телевизор, осында Ғазиз деген досым бар, арнайы сол бір подаркының біреуі менен деп. Қол көтеріп қойыңыздар. Ғазиз. Ғазиз, Алла разы болсын, братан. Істейді ғой, Иә. Одан кейін жаңағы Роланың атынан подаркілер, одан кейін мынау сумка осында Аида Айбек деген достарымыз бар, солардың атынан тоже үлесін қосқан осы сыйлыққа деп. Ошым, бірінші суперпризді телевизор қалайық. Бол. Телевизор, бірінші суперприз. Мынау телевизор, пустой ғой, братан. Телевизор, сумка, кім ұтып алса да, Құдай қаласа сапары, ең бірінші сапары умра болсын, иншалла. Мына осы сен тойыңнан кім шықса да сапарға умра деп Тайландқа кетіп қалып жүрмеңдер. Сосын барамыз ғой деп. Мынау 3 сыйлықты біз басында ойнатып жіберейік. Содан кейінгі, братан, тойдың басында главный сыйлықты айтып жіберсейші. Ол енді масқара енді. Мен естімей тұрайшы, естімей тұрайшы, братан. Рахмет, енді Сабыржан, Алла разы болсын. Пенде пейілінен табады дейді ғой, ардақты әлеумет. Аллаға шүкір, енді пейілімізге қарай абыроймен бір әдемі тойды өткізіп алсақ деген ниетіміз бар. Жаңа мен айттым, көптің ішінен таңдап осы Сабыржанды алдым деп. Сабыржан жаңа тойдың басында келді. Мен енді главный приз осы морозилка, холодильник деп айтып едім. Братан деді, менің бір істеген сізге деген жақсылығым болсын. Менің арнайы өзімнің атымнан главный приз деді. Главный приз мен болайыншы деді. Жоқ, сөздің шыны керек. Ең главный приз. Кім ұтып алады, соның тойына өзім келіп арнайы қызмет жасаймын деді. Тегін. Рахмет. Умра қойып не істейсің, братан? Мен умрадан қымбат тұрам ғой дейді. 1,5 миллионға келеді бұл. Сөздің шыны керек, жасыратын несі бар. Біз енді үйтіп алдырып алдық, қинап жүріп. Рахмет, брат. Рахмет, Сабыржан, сағанда. Сен тойыңа
достарың нөмірі сыйлады ғой, миллион теңгелік, миллион жарым тұрады ғой, негізі ол да әшін қысқартып айтып, жарты бағасын айтып отыр ғой, мен білем қанша тұратынын, оның алуы бар, анаусы бар, мынаусы бар. Тура сондай сыйлық, гәпке кірген жоқпын, бірақ сол гәптің сыртынан барып саусағымды тығып алдым десең. Просто шын жүректен бір жарым миллион, 1 миллион бағамыз сондай негізі, ол өтірік айтып жатқан жоқ, біз әрең жеттік осы бағаға, ананы істеп, мынаны істеп. Мынау тұрғанымыздың өзі бәрі Алланың беріп атқан нығметі, бақыты, шүкір, альхамдулилля. Біреулер театрда жүрді, КВН, жайдарман. Мен ешқандай нәрсе ойнамағам. Мен кезінде әнші болам деп Алматыға барғанда түрің болмайды деп қайта жүрген мен. Неге болмайды? Затбекте жүр ғой деп айттым, болмайды деді. Просто бұны неге айтып жатырмын? Бүгін осы тойда Сабыржан Тамада биылға емес, 2025-те отбасыларыңызда той болсын, Құдай қаласа. Ұзату, үйлену, қандай той болсын, кім ұтып алады, Сабыржан Тамада бесплатно басқарып береді. Соны бүкіл елдің көзінше сыйлық дедім мен, братан. Түсінікті ғой, а? Рахмет, Сабыржан. Шын жүректен, братан. Ол біздің арамыздағы аға інілік махаббатқа ұласа берсін. Өзің де діндесін. Мен де діндемін. Ол жас сияқты емеспін. Енді мына жерде біз бірінші сыйлығымызды ойнатайық. Братан, мынау негізі айналмай жатыр. Конкретно айтайын. Мынау айналмайды. Түкірік дейсің ба, бір бәле істейсің, айналмайды. Бірінші сыйлықты той иесінің өзі өз қолыменен, бұл араластырып ала еш, братан. Өз қолыменен Аядиннің артынан ең бірінші сыйлық және дубайский косметологияға подарок кімге бұйырады екен? Номер 127. Кімде? 127. 127. 127. Мердік апа, атыңыз? Іңкар. Менің анамның аты Күмісай. Так? Кім боламыз? Аядиннің әкесінің қарындасымын. Туған. Машалла, құтты болсын. Бұл кісіге енді бауыр ғой. Кішкентай сыйлық бергеніміз ұят болар. Чемодан берем, бауыры болғандықтан чемодан берем апама. Дұрыс па, дұрыс емес па? Апа, мына жерде сертификат бар. 30%-ке косметика аласыз. Морозильник бер жіберейін ба? Бар. Жалмандамаңыздар. Ал енді келесі сыйлықты Айгүл. Айгүл, кел. Күшті кейін алыпсың. Басында күшті екен. Шылыбы етемнің әруағы деген кезде. Номер 105. 105. Кімде? Қақа кетіп қол. Сіз нағашы ғой, дұрыс па? Бөлесі. Құтты болсын. Атыңыз? Салтанат. Салтанат. Мынау сізге. Сертификат бар ішінде. 30%-ке скидка. Братан, сен магазинге жынды реклама жасап мен. Әр подаркке сен атыңды айтатын. 30% скидка. Дубайский косметология. Косметика. Келесі. Менің қолым емес. Шалабы етемнің қолы. Номер. Жана. Кімнің баласы? Бір тепсің. Анжаға бар. 53. Номер 53. 53. Кімнің қолында? Алия, келіні. Амансыз ба дедім мен. Жақсы. Үйдегілер қалай бәрі жақсы ма? Керек ме сен? Оқаш. Рахмет. Алған кезде недовольный алмаңдар, довольный алыңдар. Әлия күліп алып жатыр, бірақ билеп келіңіздер. Бағана бөлесі билеп шықты ғой, солай алсын. Телевизорге жақындап қалдық. 4 подарка ғана ойнатам. Оның 5-ші телевизор болады. Істей ма, істемей ма, Аллаху әлім. 108.
Номер 108. Кімде? Номер 108. 108. Әпше амансыз ба? Атыңыз? Нұргүл, Кім боласыз? нағаш жеңгесі бұл. Мынау сізге құтты болсын. Сертификат бар. 30%-ке скидка. Дубайский сертификат. Мынау айналмай деген да, братан, просто. Араластырып ұра берейік. Кімге не бұйырса да, ешкім дүние қуып келген жоқ деп ойлаймын, солай ғой. Өліп отырсыңдар, холодильник тұтсақ екен деп. Солай деп өтіріктен болсын қол соқ қоймайсыңдар ма? Солай біз дүние үшін келген жоқ. Или дүние үшін келдіңіздер ма? Ол үшін келген жоқпыз ғой, 73. Атыңыз? Райхан. Кім боласыз? Келінім болам болай. Осы әулет? Қожалардың келінімін. Сколько лет? Болам. Сколько лет уже? 18 жыл болады скоро. Скоро 18 жыл. Осы келінсің да? Молодец, вот. Классно. Келіндер базар жоқ қазір. Өзіңмен бірге темекші кеттік. Так. Дальше кеттік. Мына чемодан кімге бұйырады? Номер 132. Кімде? Номер 132. Мәкілең, аядейін сенің нағашыларың барлық со жаққа кетіп атыр сыйлық, машалла. Апа? Баратын болдым ғой, құда қаласа. Ау? Қажылыққа құда қаласа, осы чемоданмен барам да. Иншалла, барыңыз, құдай қаласа. Бағана кісі емес па? Сені асырап не істеген? Апа, онда келіңіз. Сол кісі ма сені асырап неған, Сол сіз емессіз ба? Ана бала асырап неған? Мен. Сіздің қолыңызда болды ма? Не жыл отырды? Не жыл отырды деп ма? Не жыл бақтыңыз? 7 жыл. 7 жыл отырды ма? Үлкен стадиямен кетті онда. Онда сізге, атасына дед, 7 жыл аядинді баққан кісіге какой-то пластмастың дәуін аяймыз ба, құрметті ағайындар, Сізге апа, омыраға енді осымен барасыз. Қара қалай келіп атыр, Мынаны отқан адам омыраға барсын дедім да, періште әмейін деді, оның алдында мына кісі сізді омыраға жіберем деп, жіберемей қалып, кредитіңіз көбейіп, соның бытшыс болған ба, бір бәле оған. Шабала сол жерді, құрметті ағайындар, құтты болсын. Бұның ортасында надан тыс бір-екі кісілерге сыйлық берейін. Ол кісілер осы тойханада нөмірсіз көп бала тапқан ана бар ма? Ортаға шықсын. Көп бала тапқан аналар бар ма? Көп балалы аналар, келіңіздер ортаға. Қол соғып қарсы алайық. Көп балалы аналар бар ма? Келіңіздер. Жас күнімде назым қайда, неге жаным мұңайды? Бір қатарға. Бір кісі, екі кісі, үш кісі, кеше мына жаққа тұрыңыздар. Келіңіздер. Келіңдер. Рахмет. Так, Алла берген? 7. 7. 9. Жоғың болсын, 7. Нешеу? 6. Біреу Алланың кет 7 еді. Мына жақ 9 паталық, апа. Кете берейін ба? Білмеймін, ендірай бір шақырайын ба, или қайда бірес ба? Нешеу? 6. 6, 5, аджари гүджу атсыда. Рахмет. 9 бала тапқан кісі тұр, апа сізде? 9. Сізде? 9. На кісі кім? Қызым, тұңғыш қызым. Бір үйдің, сіз мамасына қызы, екеуіңізде 9 баладан ба? Айгүлдің мамасы, мен үлкен әпкесімін. Сізде де 9 бала? Менде 9, мен 9-шы. Машалла, неше ұл, неше қыз? 2 қыз, 7 ұл. 2 қыз, 7 ұл. Апамда 6 қыз. 7 қыз, 2 ұл. 7 қыз, 7. Рахмет. Енді, о заманда бұл заман қызы мен шешесін жарысқанын бірінші рет көріп өтін мен. Мамам мала берсін деп кете берсе болады ғой деймін да жана.
Түсінбеймін, біле. Ай, шешем туды ғой деп кетсе болады ғой деймін да ана. Жа, онда бүйтейін. Аядиннің енесі Айгүлдің анасына бір шапалақ соғып қояйық. Әкеміз жоқ, иә? Әкеміз дүниеден өтті. 96 жылы өліп кеткен. Әкеміз, иә? Әкеңіз. Енді 9 баладан кейін демалып отқан шығар өкізді да енді. Шапалақ соғып қойыңыздар апамызға. Мынау сыйлық сізге, сіз бара берсеңіз болады. Енесіне қол соғыз беріңіздер. Әпке, мынау 9-шы ғой. Ағам осында ма? Иә, осында. Бағана костюм шалбарда тұңғыш бажам деген, иә? Аты кім? Алмасбек. Шақырыңызшы. Әлеге бері келсеңіз. Әне, көрінді ме әйелдер? Осылай шақыр көрік. Әлеге деп 9 баған. Рахмет. Тым жақсы жұмысқа кетіп батады. Әлеге бері келіп кетсеңіз дейді. Келесі жыл бір бала. Қой бір демалып алайын деп, қой бір нағашыларыма барып кетіп қалып, шығып бара жатса, кім әлеге бір келіп. Машалла. Осы кісілерге Аллах тағала 7 ұлының 2 қызының рахатын көрсін деп тілеңіздер. Шын жүректен. Енді сізді құшақтауға болады, көке. Бізге жұғысты болсын. Жұғысты болсын. Маша. Ана, жұғысты болсын деп, не бірдеңесін беріп дейді ғой, я? Түрсейін ба? Сосын аларым братан енді, мына жерде місің. Мына жерде шешіп тұрмай шығарсың. Или, өзі шешіп өтсін. 9 баланың құрметіне үлкен нәрсе болғанда бар ғой, атасын әлет, осыны бар ғой, 9 балаңыз жинақ қойып, четверг күні, или суббота күні билесеңіздер болады ғой. Жұмаға барып көбе, суббота күні періп, Құдай қаласа. Мына қымбат сыйлық сіздің құрметіңізге. Алтын құрсақты анамыз тұр алдымызда. Мына сіздерді ортаға шығарып прикол ұстау үшін емес, халық көрсін, келіндерге жұғысты болсын деген ниет. Бізде пайғамбар саллаллаху алейхи үлкен хадисі бар. Иннама аъмалу бинният дейді. Кез келген амалымыз біздің ниетімізге байланысты. Біз ниетіміз дұрыс болсын, осы келіндерге апамның жолын берсін, ағамның базар жоқ, тек мұрты бар ма десем, құрты бар сияқты көкем де ма? Құтты болсын көке. Я, жұғысты болсын. Аман есін. Кете берсек бола ма? Міне мен 10 үшін не аласы ғой өзіңіз? Базар жоқ, 9 болар. Вит тамам ба, не іштің, братан? Қазір просто кілең, сол бірдеңен көбейту керек, үлкейту керек, сондай отыру қазір. В общем, не болса да, витаминсыз 9 баланы туып беріпті. Құтты болсын. Ойбай, келесі сыйлық қандай? 2 қабат келіндер бар ма? 2 қабат, аяқ ауыр. Аяқ ауыр, ана өтірік тамаққа тойбаған емес. Конкретно сезінеді ғой өзі 2 қабат деген. Бар ма келіндер ортаға? Рахмет. Кел, ұялмаңдар. Ұялмаңдар, сон жасайтын кезде ұялған жоқсыңдар, шығыңдар ортаға. Келіндер ортаға. Бар ма? Неше бар? Рахмет. Ой, жасаған берген, машалла. Нешінші? Екінші дедің ғой, 9 бала туған саған деді ғой, ішін. Нешінші? 3-ші. Байқамайсың, құтты болсын. Құдай қаласа, декабрьский ма? Иә. Декабрьде туасың ба? Иә. Прикинь, братан. Тауып қойғансың ғой. Кім? Нам бай, мен қатысым жоқ, просто айта салдым мен. Ұл, қыз? Ұл. Машалла. Бірінші? Ұл. Бірінші? Ұл. Екінші? Ұл. Ұл. Сізде? Қыз. Екеуі? Қыз. Үлкен ұл, одан кейін қыз, 3-шісі қыз. Қыз, андай бар ғой, Аядин, сен тойыңда бүкіл қонақ танисың ғой. 2 қонақ келіп отыр, ешкім танымайды оны. Әке-шешесі де танымайды оны. Бірақ сен тойыңда жүр, мына ішінде. Аман есен босанып.
Кім тусаң ол ту, ұл туасын ба, қыз туасын ба, шаруамыз жоқ. Ең бастысы 12 мүшесі сау, ақыл есі бүтін, елге, дінге қызмет ететін ұрпақтар туа беріңіздер. Анау тұрған бағанағы анамыздың, аналардың жолын берсін сіздерге. Жаңа сіздің күйіңіз беді, баламның аузына түкір бірдеңе деп атқан. Сен бедің бауырым? Сен ода? Сен ба, мен баланың аузына түкір дейсің ба? Алып кел. Түкірік дайын беш. Туған қарындасым. Қой өш бірден. Отыра көріңіз. Қарындасыңыз байқамай ма? Мына күйеу балаң ба? Күйеу балаң айтады, мына баланың аузына көпшіліктің ортасында түкіріп берші дейді. Братан, сен тек той басқарғанымды көргенсің ғой менің. Ертеңші балаң сотталып кетіп, менен көріп. Не үшін? Айтшы, өз ойың. Жоқ, мен балам кем сөйлейді ғой, короче. Кем сөйлей ме? Аз сөйлейді. Сөз қоры аз ғой совсем. Енді маған қандай әріп керек? Бізде бар әріптер. Қандай? З, Ж. Қазір нешеде? 4-ке толады. Тілмәштәрдің бәріне түкірткізіп отырық қой. Ол бауырым, ол тілмәштәрдің. Мен түкіргім, мен саған айтайын. Мен баяғыда бір кісінің аузына түкіріп, қазір сол қатымнан 3 балам бар. Басқа жағы, так, бетеміз. Балаңның Құдай қаласа келесі жыл тілі шығып, сүндет тойын жаса Құдай қаласа. Аузыңды аш. Hadi. Тісің тістесей мына бірінші. Әркімге түкірте беріп, кәрей шығып кеткен сияқты ма? Кәне аш. Астыңғысын алу керек. Басқа нәрсе айтып кетсек. Ал, Құдай қала, аты кім? Мұхаммед. Машалла, Мұхаммад, Алланың ең сүйікті құлы, ұлылардың ұлысы болған адам алейхиссаламнан пайғамбарымыздың соңғы үмметіне дейінгі ең абзалы ол Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның аты. Осы балада тұрғанда сен түкірікке анаған уайымдамай қой. Алла бұл баланың аты үшін сөйлетіп та қояды, ертең билетіп та қояды Құдай қаласа. Өткені аты Мұхаммад. Бірақ сонда да, сен өзіңді сөз қорлығың жоқ сияқты ғой, брат. Солай ма? Бар. Негізі, шындығы. Мүмкін. Онда битейік. Мен де көп уақыт жоқ, екеуің ашындар, бір түкір жіберейін. Жоқ, кейін әрі бері демесін деп атқаным ғой. Балам сөйлеп кетті, енді маған түкіріп керек деп жүресің ба? Бірден түкір жіберейін отбасыңа. Ал, бісміллә. Бұл енді сіздер сеніп қалмаңыздар, құрметті ағайындар. Бұл баланың өзінің ішіндегі жан дүниесі, кім баласына жамандық тілейді? Дүниені аударып тастасаң да балаңның бақытты болғанын қалайсың. Балаң үшін бәрін жасайсың. Сондықтан кел бауырым, иншалла. Мен саған түкірмей қойын, мен саған дұға етейін. Аллах тағала осы баламыздың келесі жылы сөйлеп, тақылдап, миыңды ашты, папа, ана деп, миыңды шірітіп, мен сияқты Құдай қаласа тіл байлығы зор, мощный шешен бала болсын. Әумин, Аллаху акбар. Өссін. Әкел, ана түкірмеді ғой деп кейін жата алмай қалады шығарсың, түкір жіберейін. Үй жаным, аман бол. Үлкен азамат болсын. Бірдеңе салып кетті. 10 мыңға түкірік сатып атын аласыңдар ма, құрметті ағайындар? Бір 7 адам керек болып тұр. Билеттің ақшасын шығарып алайын деген ғой. Түкірік керек па, бауырым? Жоқ дейді ғой. Бауырына ақшаны бермей қой. Осы ақшаны мен балаңа берейін. Балаңа лучше ішкізіп көрсейін, может, сөйлейтін шығар бұрадан. Өзіңе қалсын, бауырым. Сөйлемейтіндер, ішкен кезде қатты сөйлейді деп атқаным ғой. Аман болсын, бауырым, балаңыз. Женің ғой да, Құдай қаласа сөйлеп кетсін. Менің де 6 жасында аузыма бір ақын кісі түкірген. Дәмі әлі тұр бар ғой аузында. Арбузный ма бір. Қазақтар пере берген ғой негізі, анаған түкірткен, мынаған биткен, өйткен, кіндігін кескізген. Так, в общем, былай, телевизорды берейік. Телевизор бермес бұрын, осы тойханада қатыннан қорқпайтын еркек бар ма? Ортаға келсін. Қатыны жоқтар қайта берсін.
Қатыны жоқтар мына тойханада қайта берсін. Басқасын білмеймін, братан келе жатыр. Өтіп жатсың ба? Ассалаумағалейкум, брат. Есіміңіз? Саят. Неше жыл отауластыңыз? Біз 12 жыл болды. Жеңгей осында ма? Иә. Есімі? Лаура. Бір ауыз сөзбен отырғыз тұрғыш. Жан, бір... Бар. Отыр. Отыр, братан. Родной, былай ғой. Түсіндім, болды, нормально, братан. Ортаға шықты қорықпайым деп. Деу керек қой. Жан деп. Атыңыз кім? Садуақас. Кім? Садуақас. Удостоверениеде солай, Садуақас. Жеңгем аты? Райхан. Былай тұрыңдашы кім? Фотографтар. Осында ма? Иә. Кәм, бір ауыз сөзбен. Қатын Райхан, отыр, тұр. Бағана кісі ғой, болды, бара беріңіз. Бара бер, братан. Құдай жар болсын, бауырым, бара беріңіз өзіңізге. Мұнақ тойға жағырыпсыз сен. Жаным. Мынау Аядиннің несі кезінде ішкен досы. Қатын? Машалла, Алла, білмеймін, бір несіне болған осындай жар насіп етті, міне, орамалдағы, намаздағы. Алқаш қой, бауырым, шеш. Обалдана келін, машалла келін, дұға ете бер, дұға ет, өзі қояды бір күні, Құдай қал. Айгүл де солай, дұға етіп, байын әкеп алды ғой, Құдай қаласа. Кім, Әли? Мен саған, білем ғой сен, бауырым, шықпайын, қайт. Ассалам аға. Тағы бір живой легенда кел, чапола соқпайыңыздар, құрметті ағайындар. Құтты болсын, көргеніне қуаныштымын, братан. Мақсат емессің ба деп шатасып кетсек. Жеңгем аты? Мархабат. Осында ма? Осында. Кәне. Тілін жұтып қойды ма, не болды мынау? Сол мархабат жеңгеме бар ғой. Үнсіз сөйлемей тұрған үшін мына сертификат, братан, қол соғы жүрекші. Мына екеуін қатындар жіберген сияқты, бар бірдеңе алып қойыңдар деп. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Атыңыз? Қайрат. Қайрат аға. Жеңгем аты? Райхан. Кәне? Райхан. Тұр, отыр. Сіздің туыстар ғой, ұят болады. Жездеңіз ба? Айгүлдің жездесіз ба? Мынау сізге міне. Жезде. Мазғаны езбедегі. Шапалы соқпайыңыздар, құрметті ағайындар. Енді үйге қалай келемін деп кетіп батқан сияқты ұры. Молодец. Кім? Братуха. Мынау жеңгеге апарып беріңіз, сертификат бар. Молодец. Білдім қорықпайтыныңды. Дым, вообще, эмоция жоқ екен, братан. Молодец. Бір ауыз сөзбен отырғыз, міне. Молодец. Жүр. Рахмет. Шашты қалай шығардың, айт маған. Түсіндір барып. Рахмет. Айт, бағанан бері саған қарап, көре алмай отырыш. Қалай шығардың, не? Осы братан бағанан бері тойхана басталмай тұрып, ресторан алдында келіп, құшақтап, қош келдің деп атып. Әке, мен сенің прикол ұстау үшін емес, шын жүректен, братан. Құдайдан бірақ нәрсе тілеймін. Өзім ағарсам екен, сенің шашын шықты екен деп тілеймін, басқа не тілеймін. Мына наушникті саған бергім келіп тұр. Кім боласың негізі? Інісі болам. Қандай салада жұмыс? Кілем. Не кілем? Ескейтін бе? Кілем шығаратын фабрикада істеймін. Кілем шығаратын. Жүнің жоқ болып, жүні бар жерде істеймін десе, в общем. Молодец. Басын жауып отыр, братан. Қат жүгірсе, тоңат шығар, янам бас. Телевизордың жеңімпазын анықтайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кімге бұйырады? Кетті.
телевизор. Мында кеш бұрады. Өшіш, өзім қорқып кеттім ғой. Телевизордың жеңімпазы, короче, былай, қызық болсын. 1-ден бастап 10-ға дейін саны барлар. Тұрайықшы, 1-ден бастап 10-ға дейін саны барлар. Бар ма? 1-ден 10-ға дейін тұраймыз бәріміз. Тұрайықшы, 1-ден 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деген саны барлар. Тұрдыңыздар ма? Қолдарыңызды көтерейікші. Қаяқтасыздар? Қайтыңдар, сендерде шансы жоқ осы. Атайсың ба өзің? Жеңімпаз номер кәстеме шеккіне айтам. Неше? Екіміз ажыратамайтыныз. Номер сенің айтқаның болады. Енді айтшы, енді бірдеңе мен бала кезінде деме айтсам, неше сан мынау? Неше? 6 болсын. 6 болсын. Номер 6. Сәлем бердік. Ассаламу алейкум. Кім боласыз? Айгүлдің әпшесі болам. Қандай әпшесі? Туған әпшесі. Бағана 9-ның арасында біреу болсын. Нешінші? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, қайсысы? Екінші әпшесі. Вторник, Сен атын кім? Ау? Исламбек, Ислам. Намаз оқисың ба? Оқимын. Жұмаға барамыз ғой. 5 уақыт емес бірақ. Дұрыс. Жайлап басталды, жайлап. Атын кім? Исламбек. Садрадин деп өзгертіп ал сенің атыңды, бауырым. Сен Аядиннің? Інісім. Ана анысы. Ана құдашаң телевизорды отты. Қараш, сана Айгүлдің туысына кетіп қалды деп өзінің туыстары, достары да шапалақ соқпай отыр ғой соған.